Сәлеметсіздер ме? 12-ші сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі сабақта Ч айыру белгісі, жіңішкелік белгісі. Элементтер өте ұқсас. Ч әрпін екі құйыршығынан бастап екі торгөз тастаймыз. Жоғарғы жақтан кішкене төменірек түсіп, имек жасаймыз. Торгөздің бұрышына апарып, сызықтың бойымен төмен түсіп, артқа қайырамыз. Қайталаймын. Кішкене ғана, жоғарғы жақтан кішкене ғана төмен жерінен бастаймыз. Жоғарыға қарай имек, түзу сызықтың бойымен түсіп, артқа қайырамыз. Ч әрпі. Айыру белгісі дәл солай. Жоғарыдан имек, бұрышқа келеміз, бірақ мұнда түзу түсіп, астыңғы жағын домалақ етеміз. Қайталаймын. Имек, бұрышқа келдік, түзу сызық, домалақ. Жіңішкелік белгісі жоғарғы жақтан бастаймыз. Әрпінің бірінші бөлігі сияқты түзу сызық, домалақ. Қайталаймын. Жоғарғы бұрыштан бастаймыз, түзу сызық, домалақ.